Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы спорт жарысына қатысамын. Және сөз құрамы түбір және қосымша. Бүгінгі сабақта түбір мен қосымшаның бір-бірінен айырмашылығын аңғарасың. Түбір сөздерге тиісті қосымшалар жалғай аласың. Жаттығу жұмысы барысында дұрыс талдаулар жасай білесің. Сабағымыздың бүгінгі ережесіне келетін болсақ, бізге түбір мен қосымшаның ережесі берілген. Яғни түбір сөз дегеніміз сөздің одан әрі бөлшектенбейтін мағыналы бөлігі түбір немесе түбір сөз деп аталады. Мысалы, күн, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанатын бөлігі қосымша деп аталады. Мысалы, күні, жылдар, спортшы, палуандар. Яғни күні деген сөздегі бізде қосымша болып табылады. Сондай-ақ жылдар сөзіндегі дар, спортшы сөзіндегі шы, палуандар сөзіндегі дар қосымша болып табылады. Түбір бізде осындай ерек сызықпен белгіленеді. Бұл жерде бізге арнайы сөздерді беріп қойған, оның түбір мен қосымшасын бірге ажыратайық. Шаңғышы сөзіндегі түбірі шаңғы болады, ал оның қосымшасы шы, яғни шаңғы шы. Апталық сөзіндегі түбір апта, қосымшасы лық. Күні сөзіндегі түбір күн, қосымшасы Палуандар сөзіндегі түбір палуан, қосымшасы дар екен. Келесі біздегі оқулықпен жұмыс. Шаңғы жарысында деген мәтін беріп қойған. Тапсырманы орындау үшін мәтінді оқиық. Шаңғы жарысында. Ертең жарыс болады деген күні аспанды бұлт торлап, түні бойы қар жауды. Келесі күні бұлт ыдырап, күн жарқырап ашылып кетті. Жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім, бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп алды. Тәуке артына қарағанда ол күлімсіреп қойды. Несіне мәз болады екен, деді бұл ызаланып. Ол алға ентелеп, таяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалысатын емес. Ол Тәукенің қасынан зу етіп өтіп шықты. Ол алдағы тау жотасының ортақ беліне жетті. Әр қарай тырмысып, өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтін бойынша тапсырмалар берілген. Бірінші сұрағымыз, мәтінде не туралы айтылған? Мәтінге қайта ораламыз. Мәтінде шаңғы жарысындағы балалардың рекорд қоюға ұмтылғаны туралы және Ержан мен Тәукенің тауға өрмелегені туралы жазылған. Келесі сұрақ, мәтінді өзің әрі қарай жалғастыр. Мәтінді жалғастыру үшін соңғы бөлімді қайта оқиық. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдына рекорд деп шулаған балалар елестейді. Өз қиялымызбен мәтінді жалғастырып көретін болсақ, балалар ұстаздарының айтқан рекорд қою тапсырмасын орындады. Сонымен олар қуанып үйлеріне қайтты. Келесі, Тәукенің әрі қарай іс-әрекеті қандай болады деп ойлайсың? Мәтінде бізге Тәукенің тау жотасына енді іліккені жайлы, бірақ өзін әлсіреп қалғанын сезген уақытта балалардың рекорд деп шулағаны жайлы жазған екен. Ендеше Тәукенің әрекеті рекорд қойылғанына қуану болады. Келесі, мәтінде берілген қарамен жазылған сөздерді түбір мен қосымшаға ажырат. Алдымен мәтінде берілген қарамен жазылған сөздерді дәптерімізге көшіріп жазып алайық. Олар аспанды, жарысқа, сапқа, жарыста, Тәукені, таяқты және балалар деген сөздер екен.
Аспанда сөзі. Бұл жерде түбірі аспан, қосымшасы д. Жарысқа сөзі. Түбірі жарыс, қосымшасы қа. Сапқа сөзі. Түбірі сап, қосымшасы қа. Жарыста сөзі. Түбірі жарыс, қосымшасы та. Тәукені. Түбірі тәуке, қосымшасы ні. Таяқты. Түбірі таяқ, қосымшасы т. Балалар. Түбірі бала, қосымшасы лар. Яғни жаңа айтылғанымыздай, ережеде көрсетіп өткендей қосымша дегеніміз бұл түбір сөзге жалғанады. Бұл жерде бізге бағалау үшін дескриптор беріп қойған, мәтінді түсіну оқиды, сұрақтарға жауап берген үшін 1 ұпай, қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратқанымыз үшін 1 ұпай аламыз. Келесі тапсырма. Өлеңді көшіріп жаз. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Өлеңді оқитын болсақ, зулайды зырқырап, маңдайдан тер бұрқырап. Шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Қарамен жазылған сөздер бізде маңдайдан, шаңғым, қыраттан. Енді түбірі мен қосымшасын ажыратайық. Маңдайдан сөзі. Түбірі маңдай, қосымшасы дан. Шаңғым. Түбірі шаңғы, қосымшасы мы. Қыраттан. Түбірі қырат, қосымшасы тан. Өлеңді қатесіз көркем көшіріп жазғанымыз үшін 1 ұпай, қарамен жазылған сөздердің түбірін анықтағанымыз үшін 1 ұпай, және қосымшаларды анықтағанымыз үшін 1 ұпай. Яғни бұл тапсырмаға 3 ұпай алады екенбіз. Келесі тапсырма. Түбірі мен қосымшасын сәйкестендір, яғни 3-ші тапсырма. Алдымен түбір сөздерді оқып шығайық. Ара, шана, ән, алма. Келесі қосымшалары ның, шы, лар, сы. Осы жерден ара сөзіне келетін қосымша бұл аралары болады екен. Яғни түбірі ара, қосымшасы лар. Шана сөзіне келетін қосымша шанасы. Түбірі шана, қосымша сы. Ән сөзіне келетін қосымша шы. Яғни ән айтатын адамдарды біз әнші деп атаймыз. Түбірі ән, қосымшасы шы. Алма сөзіне ның деген қосымша жалғанады. Түбірі алма, қосымшасы ның. Ара сөзіне қосымшаны дұрыс жазғанымыз үшін 1 ұпай, шана сөзіне қосымшаны дұрыс жазғанымыз үшін 1 ұпай, ән сөзіне қосымшаны дұрыс жазғанымыз үшін 1 ұпай, алма сөзіне қосымшаны дұрыс жазғанымыз үшін 1 ұпай алады екенбіз. Бүгінгі сабақты қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық? Біз бүгінгі сабақта түбір және қосымша деген тақырыппен таныстық. Түбір дегеніміз не екен? Түбір дегеніміз бұл жерде мысалы берілген маңдайдан деген сөздегі маңдай, қыраттан деген сөздегі қырат. Осындай сөздерді біз түбір деп атайды екенбіз. Ережесі сөздің одан әрі бөлшектенбейтін мағыналы бөлігі түбір немесе түбір сөз деп аталады. Ал қосымша бұл сөздің түбірге жалғанатын бөлігі қосымша деп аталады. Күні, жылдар, спортшы, палуандар. Рефлексия әдісімен ұстазға хат жазсаңыздар болады. Бүгінгі сабақтың ұнағаны жайлы, түсінікті болғаны жайлы кері байланыс күтеміз. Егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық.